садуға салып береді екен. Ниланың достары, мен Ниланың әжесімін. Нила бүгін тағы сурет салады. Қайсы? Мынау Ниланың салған суреттері. Мынау не зат, Нила? Үйшік. Үйшік. Мынау болт дейді. Сен сала бер да, мен достарыма көрсете берейін да. Мынау деген Ниланың салған гүлі. Қара қандай әдемі салған. Бәрін өзі салады. Мынау деген Ниланың салған неке құмырасы. Күшті. Мынау не зат, Нила? Кім? Бөжей? Достар, мына қараңдар, Ниланың достары бөжей салыпты, бөжей. Нила, мынау кім? Айт, достарың айтшы. Кірпік шеше. Міне, кірпік шешені салған, достары қалай күшті да, әдемі да, әдемі салған. Мынау не? Иә. Достарың айт. Елка. Елка. Не қара күшті шырша салған Нила. Әдемі да? Ой, какая красота, күшті әдемі. Міне достарым, мынау тағы Ниланың салған суреті. Нила, мынау не? Үй. Достарың айт, достарың айтты. Үй. Мынау не? Қаттай. Естімейді ғой. Болт. Мынау жаңбыр жауып жатыр, гүлдер өсіп тұр. Мә, өзен ағып жатыр. Қандай әдемі сурет салғанда, Нила? Нила, мынау не деп сұрап жатыр достарым? Қаттай достарым. Көрпе. Көрпе. Кім мынау? Көрпесі. Түлкі. Түлкі. Түлкінің көпесі кім? Түлкі? Шек. Түлкі шекті. Мынау не зат? Лайс. Лайс дейді. Мынау Ниланың алғашқы салған суреттері да. Бірінші бастап осындай қылып салып бастады міне суреттерді. Одан кейін қазір үйренді. Мінекей достар. Ниланың достары мынандай сурет салды. Қанша қасқыр бар мына жерде? Көп қасқыр салып қойған екен. Қасқыр емес. Енді кім? Түлкі шеше. Түлкішектер ма? Түлкі екен ғой бәсе. Мен қасқыр көрсем бәсе. Мынау не? Нила, мынау не зат? Клубника салыпты, әдемі клубника күшті. Мынау кім? Қатты айтшы, достарын естіген жоқ қой. Кірпік шеше. Кірпік шешенді тағы салып қойыпты ма? Қолында таяғы бар, кірпік шешені салыпты. Күшті. Ата емес. Ата емес да? Кірпік шешенді. Ата да? Әже. Әже еді. Мана ата салдың, енді мына әже салдың ба? Әже кірпік шешен дейді. Достары көрдіңіздер ма? Нила әже кірпік шешен салған. Мынау кім? Түлкі да? Күшті. Түлкі емес, мам. Ол кім? Қасқыр. Бұл қасқыр екен ғой. Қасқыр салыпты. Так, енді сен сала бер суретіңді да. Сен енді шариктер салдың, енді радуға. Мен саған достарыңа мынандай кітаптарымды көрсетемін. Нилада мынандай күшті раскраска бар. Керемет әдемі да. Оны Нила өзі бояп жатыр. Мінекей мынандай қылып, әдемі қылып бояды. Так. Маны да мінекей бояды. Маған қарап отырып бояйды да. Сұрақ да? Мінекей. Мынаны да бояп жатыр, енді үлгермей қалған ғой сіздерге көрсетіп жатыр. Осындай раскрасканы да. Күшті. Күшті екен раскраскасы.
мінекей бетіне жапсырады да осыған қарай бояйды екен наклейкамен достар. Одан кейін мына жерде ғой все құлап кетеді. Одан кейін наклейка бар екен тағы да, мынау кішкентайларға арналған дейді. Не наклейкалар, мінекей күшті наклейкалар бар да. Осыны алып, жемістерге жапсыру керек дейді. Нила барлығын жапсырып шықты, наклейкалардың бәрін жапсырды. Мына жерден алып, мына жерден наклейканың бәрін Нила жапсырып шықты, түгел дейді. Көрдіңдер ғой достар да, мынандай наклейка. Радуға дайын. Айында көрсет достарыңа. Достар, Радуға дайын екен. Айт достарым, Радуға дайын болды. Достарым, Радуға дайын. Күшті. Міне достар, Радуға салды, шарик салды шарларды. Енді тағы не саласың? Жоқ, маған бермесең достарыма көрсетем да. Мынандай кітап бар екен, мына қараңдар балалар. Мой доты битіші, бірақ бұл орысша екен. Достар. Достарым. Достарым. Мынандайлар бар. Осындай кітаптарда бар екен. Радуғасы әдемі шықты да. Достары, Радуғасы әдемі болды да. Радуға деген ол кемпір қосақ. Кемпір қосақпен шарларды салды. Мә қиял ғажайып ертегілер бар. Біз күнде Нила екеуміз осы ертегілерді оқимыз. Иә. Сосын мынандай наклейка кружоктар бар. Бұны да Нила алып, барлығын жапсырып шықты. Содан кейін тағы да осындай наклейка кружоктары бар екен да. Мына жерден алады, сосын жапсырады. Сосын мынандай ертек кітап бар екен да. Қорыққанға қос көрінеді дейді. Бұны да біз оқыдық. Одан кейін ертегісі бар екен. Тағы да іші күшті. Мына ертегінің іші деген қорқақ қоян, ақылды етікші, сосын жалқау қоян, күшті екен. Ақ көгершін деген ертектері бар екен да. Ертегілер бар екен. Тағы да мынандай ертегі тағы бар екен. Қазір ішін қарайық та. Мынау ертегі кітаптағы сурет. Ненің суреті балалар? Білесіздер ма? Бұл түйе. Түйе мінекей осылай жатады. Түйе шөгіп жатыр да. Мінекей осылай жатады. Түйені көрсе жылқы неге қалтырайды деген ертегі бар екен. Сосын ақылды егінші деген ертегі бар екен бұның ішінде. Сосын арыстан мен түлкі деген бар екен. Түлкі мен бөдене деген бар екен. Сосын кім бар екен? Ақылды қоян дейді. Көрдіңдер ма балалар? Осындай ертегілер бар, күшті ертегілер алып оқыңыздар. Келесіне көрейік та, Нила. Мына ертегі 3 аю туралы екен. Білесіздер ғой да, 3 аю деген ертегі. 3 аю деген ертегінің ішінде жаңағы қыз, кішкентай қыз 3 аюдың үйіне орманда адасып кіріп кетеді да. Бүлдірген терем деп барғанда сол туралы 3 аю туралы ертегі. Ол қыз ақылды пысық қыз болады. Содан құтылып кетеді да 3 аюдан. Әжемнің ертегілері деген кітап бар екен да, Нилада. Бұл да күшті ертегілер. Бізде бұны оқимыз мінекей. Күшті ертегілер бар мына ішінде деген балалар. Біз күндегі раскрасканы бояды. Мына раскрасканы міне бояды Нила өзі. Раскрасканы күшті бояйды Нила. Күшті. Мұның бәрін бояп шықты Нила. Көрдіңіздер ма достар? Күшті қылып бояп шықты, мұның барлығын бояды. Енді мынау да раскраска бар, бояп жатыр. Ниланың раскраскалары көп.
ертек кітаптары көп ана шкафтың ішінде. Біз мына тек сіздерге қызықты болсын деп мыналарды алып отырмыз. Мынау да сол, міне көрдіңдер ме балалар? Шалқан ертегісі да, шалқан. Ата шалқан егеді, о шалқанды алайын деп, жуайын деп баса әлі келмейді. Сосын кемпірін шақырады, әжені. Әже екеуі тартса әлі келмейді. Сосын қызын шақырады. Қызы келіп тартады, үшеуі тартса әлі келмейді. Сосын итін шақырады. Сөйтіп ең соңында кім шақырады? Әже. Ең соңында ата кім шақырады? Шалқанды қазып алу үшін балалар. Бәріңіз білесіздер ме? Не көрдіңіздер ме? Неге ата тартады, шығара алмайды, әже тартады, шығара алмайды, қызы тартады, шығара алмайды, күшігі тартады, шығара алмайды, мысығы тартады, шығара алмайды. Ең соңында кім келіп көмектеседі? Жоқ, тышқан. Тышқан келіп көмектеседі. Сол кезде мына үлкен дәу шалқан шығады. Мынау сол туралы ертегі, балалар, көрдіңдер ме? Мынандай кружоктары бар да, смайлик. Соны жапсырды. Нела бәрін жапсырып шықты ішіне алып. Оны дәл жапсыру керек те, мысалы, мыналардың бәрі жабысқан. Неге? Соны Нела бәрін жабыстырды. Мысалы, мынау мен алып көрсетейін сіздерге да. Мысалы, мына Нела кастаты. Нела тұратыр, неге? Міне, Нела мынаны алды. Негізі мына жер ақ болатын да. Сол мынаны алды да, неге мына жерге наклейканы бүйтіп түгел жабыстырып шықты. Нела осының бәрін өзі жасады. Міне достар. Көрсет жабыстырып. Жоқ, ана жерге тастайсың, балапанымыз. Бұл деген мына үйректің балапандары. Так, достар, Неланың осындай кітаптары бар, оқитын. Мынау да раскраскасы. Достар! Мынау Неланың ең бірінші бояған раскраскілері. Достар, пока-пока, достар. Мына лайк басып, коммент жазың.